Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін біз наурыз көже дайындаймыз, яғни ұлыстың ұлы күні наурыз айында жасалатын ұлттық тағамдарымыздың бірі. Мен өзімнің маңғыстаулық тәсілмен дайындаймын, яғни өзіміз үйде қалай дайындаймыз, солай дайындаймыз. Наурыз көжені жалпы әркім әртүрлі дайындайды. Алдымен керек жылқының қазысы мен еті керек, және күріш қажет. Барлығын тазалап жуып аласыздар. Тары және кішіміш және жүгері мен арпа қосамыз. Оларды бір күн бұрын ыстық суға бүрттіріп қойған болатынмын. Және құрт пен айранды да қосатын боламыз. Қазанымызға салқын су құямыз және қазыны осылай инемен жан-жағын кесіп аласыздар, себебі ауасын шығарамыз. Әйтпесе қазымыз піскен кезде жарылып піседі. Және осы қазымыз бен етімізді қазанға салып асатын боламыз. Дәміне қарай тұз себеміз, отымызға қойып қайнатамыз. Қайнаған соң етіндегі көбігін алатын боламыз. Жақсылап тазалап алуымыз керек және астын басып қайнатамыз. Тағы бір жарты сағаттан кейін осылай бетіндегі көбіктерін алып тазалап аламыз және жүгері мен арпаны қосатын боламыз. 40-45 минуттай қайнатамыз. Және етіміз піскеннен кейін түсіріп аламыз. Бен мәш пісуге жақындаған кезде күрішті, тарыны салатын боламыз. Және құртқа қайнаған суды құйып жібітіп езіп аламыз. Ең соңында кішімішті салатын боламыз. Және осылай құртымызды жібітіп, қолмен езіп аласыздар. Қазыны да осылай кесіп аласыздар. Және етті ұсақтап турап аласыздар. Етті турап болғаннан соң көжеге салып, осылай араластырып жібересіздер. Және қазыны да салсаңыздар болады. Және сорпамыз дайын болғаннан кейін бөлек ыдысқа құйып аласыздар. Қалауынша құртты қосса болады. Және айраннан да қосып осылай араластырып жібересіздер. Біздің көжеміз дайын, ас болсын.